Балалар, сендер компьютерлік графикамен 5-ші сыныпта таныстыңдар. Сендер компьютерлік графиканың 2 өлшемді және 3 өлшемді болып бөлінетінін білесіңдер. Егер 2 өлшемді графикада әртүрлі фигуралар мен суреттер салып, оларды боясаңдар, 3 өлшемді графикада әртүрлі бейнелерді құрастырып, фигуралар кескінін сызамыз. 2 өлшемді графика компьютерлік графиканың сурет, жазық болып көрінетін түрі. Себебі сурет салу кезінде тек 2 өлшем, яғни объектінің биіктігі және ені қолданылатын болады. 3D графиканың 2D графикадан айырмашылығы 3D графикада 3 өлшем болады. Объектінің биіктігі және енімен қоса тереңдігі де ескеріледі. Сонымен қатар 2 өлшемді фигуралар жазықтықта, ал 3 өлшемді фигуралар кеңістікте салынумен ерекшеленеді. 3D графика көмегімен көптеген модельдер жасауға және дайын модельдерге өзгертулер мен толықтырулар енгізуге болады. 3 өлшемді графика дегеніміз сурет салу мен видео жазбалар жасауға арналған 3 өлшемді кеңістікте көлемі үлкен объектілерді модельдеуге арналған компьютерлік графика болып табылады. 3D модельдеуге арналған программалар тобына Blender, Sweet Home Trader, Sculptors, SketchUp, Lego Digital Designer, AutoCAD жатады. SketchUp қарапайым 3 өлшемді объектілерді, ғимараттарды, жиһаздарды, интерьерді модельдеу программасы болып табылады. SketchUp программасын іске қосу үшін пуск батырмасына басып, одан кейін все программе бөлімінен SketchUp 2017-нің ішінде SketchUp батырмасын басамыз. Сол кезде бізге SketchUp терезесі пайда болады. Пайда болған терезеден выбрать шаблон батырмасын басып, простой шаблон метрейді таңдап, начать использование SketchUp батырмасын басамыз. Сол кезде бізде SketchUp-ның жұмыс терезесі пайда болады. Бірінші қатар бұл тақырып қатары, яғни программаның атауы және программаны жинап қоюға, кішірейтіп үлкейтуге, жабуға арналған батырмалар орналасқан. Екінші қатар бұл меню қатары, яғни мәзір жолы. Үшінші құрал саймандар тақтасы, яғни күнделікті қолданатын біздің құралдарымыз. Одан кейін модельдеу аймағы, нұсқаушы терезе, төменгі бөлікте қалып күй қатары орналасқан. Программа іске қосылғаннан кейін дайын шаблондарды таңдау ұсынылады. Олар мынандай: жай шаблон, сәулеттік жоба, жобалық құжаттама, қалалық жоспарлау, ландшафттық сәулет, ағаш өңдеу, интерьер және өндірістік жоба, 3D баспа. Осындай шаблондармен жұмыс жасай алатын боламыз.